Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіздер. Дәл қазір сіздерге «Ана үміті» атты оқиғаны оқып бермекшімін. Оқиғаны бастамастан бұрын, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, еңбегімді бағалап, қолдап, подписаться батырмасын басып кетіңіз. Тіркелген жандарға мың алғыс. Және де ұнаса лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Ана үміті. Тұрар мен Күмісай жақын достардың балалары. Екеуі кішкентай кезінен бастап ата-аналары құда боламыз деп атастырып қойған еді. Екеуі де есейіп, ата-анасының сөзін жерге тастамай отау құрды. Жақын достардың балалары болғандықтан, оның үстіне осы үйге келіп кетіп жүргендіктен де Күмісай тап өзінің үйінде жүргендей сезінетін. Жаңа ортаға тез үйреніп кетті. Өзі пысық, аяқ-қолы жылдам болатын Күмісайдың. Үйдің тірлігін дөңгелетіп әкететін. Бойында бір мін жоқ, өзі пысық, ақ көңіл, ашық жарқын, барлығының көңілін тауып отыратын. Жаңа келген отбасымен қалай уақыт өткенін де байқамай қалды. Жылдар өтіп жатты. Тек Тұрар екеуінің балалары болмады. Болып қалармен жүргенде біраз жылда өтіп кетті. Бармаған жері, қаралмаған дәрігері қалмады, бірақ еш нәтижесіз. Ата-енесі де ешқашан сен тумадың деген сияқты көңіліне тиетін сөз айтпайтын. Әрдайым қолдап отырды. Әне болады, мәне болады деп жүргенде бақандай 10 жылға жуық өзінің көтергенін білді. Қуанышында шек болмады. Екі жақтың ата-аналары да қуанып, бұрынғы достығы одан әрмен кереметтей достыққа айналды. Айы күні жетіп, Күмісай шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкеледі. Есімін Сағынтай деп қойды. Сонша жылда сағындырып келдің деп. Бірақ артынан еш бауыры ермеді. Тек осы жалғыз бала. Бір ұлдың бетіне қарап, әрбір ісін қызықтап, Сағынтай алданыштары болды. Тұрар ұлымның болашағы деп азаннан кеш қарайғанша жұмыс жасайтын. Күмісай үйінде баласына қарап, үй тірлігімен айналысады. Екеуі баласының болашағы үшін барлық жағдайын жасауға тырысты. Ауылдан барлық жағдайы жасалған үлкен үй салды. Қара шаңырақты түтетіп отыратын. Ақылды ұл болады деп, бірақ сол үйді қалай бітірді, бір жыл ішінде Тұрар жол апатынан кетті. Қиналып қалмасын, алаңсыз өмір сүрсін дегендей барлық жағдайын жасап кетті. Күмісай Тұрардан қалған аманаты деп Сағынтайды барынша жақсы азамат етуге тырысты. Мектепті де қызылға бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсті. Оқып жүріп, Ажар есімді қызды ұнатып, сезімін білдіреді. Ажар көп ойланбастан келісімін берді. Екеуі 2 жылдай жүріп, отбасын құруға уәделесті. Ажар қаланың ақсаусақ, әке-шешесін ерке тотай жалғыз қызы. Әбден еркелікпен дым істемей өскен қыз. Сағынтайдың ауылда тұратынын білсе де келісімін беріп отыр. Міне, бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Күмісай ана үшін ең қуанышты күн. Ұлы келін әкелмек. Барлық ағайын туысты жинап, дастарханды барынша жайып, келінді күтіп отыр. Алыстан мәшиненің дауысын естіген ананың қуанышында шек жоқ болды. Бір түйер баласының үйленіп, тағы бір қызы болатынына қуанып жүр. Келінді қызымдай көремін дейді барлығына. Абыр-сабырмен келінді де түсіріп, дүркіретіп беташары артынан тойын өткізіп, туған туыстары үйіне тарқасты. Ажар басында жақсы болды, апалап тұратын. Кейін қалай көтерді, мінезі өзгере бастады. Істеген тірлігін міндет қылып шыға келді. Үй тірлігінен шаршамай жұмысына барып, миы тынығып келсін, көтерген соң мінезі аумалы төкпелі болып жатқан шығар деп жұмысқа да тұрғызып қойды. Азаннан кешке дейін жұмыста. Күмісай ана үйінде келін мен балаға тамақтарын дайындап, үй тірлігінің бәрін жасап отырады. Келініне келін болып отыр. Жұмыстан келгеннен келін дайын асты ішіп алып,
Жуса жуды, жұмыса шаршадым, ішім ауырып тұр деп жатып қалатын. Айтытын сылтауы көп. Қит етсе ішін айтып қорқытады. Көршісі Бағила келінді тым еркелетіп жібердіңіз. Жалғыз көтерген осы ма еді, неге қаталырақ ұстамайсыз десе, ол да бір үйдің қызы емес пе? Қызымдай қараймын. Ертең босанып алсам басылар дейді. Бірақ Ажар күннен күнге Күмісай ананың басына шығып бара жатыр. Іші шығып бастап еді, тіпті қулыққа көшті. Аптасына демалыс болса болғаны төркінге шабады да тұрады. Айтатыны, анам ауырып қалды, өзім УЗИға түсемін, әйтеуір үйде отырмаудың амалын жасайды. Сағынтайды да алдап арбап өз уысында ұстап отыратын болды. Ертеңгі күн демалыс. Бұл түннен бастап ертеңгі жоспарын құрып отыр. Ертең үйде болса міндетті түрде үй жинау керек. Оны істегісі келмей, қыдырғысы келіп отыр. Өткен апта ата-анасының үйіне барып келген. Бұл апта тағы қалаға барамыз десе бәле болар. Одан да басқа сылтау айтайын дейді. Сағынтайға өтірік жыламсырап, ешқайда шықпаймыз, тек жұмыс деп жүреміз. Тауға шығып демалғым келіп жүр. Ертең барып демалып қайтайықшы. Балаңа да таза ауа пайдасын тигізер дейді. Жарайды, онда анама бір ауыз ескертіп қоямын десе, ол кісіге тауға барамыз деп айтпа. Сөйлеп кетеді. Қалаға дәрігерге көрінуге барамыз деп айт дейді. Ертесіне дым болмағандай екеуі тауға шығып демалып үйіне қайтады. Апта сайын қалаға шыға берген келін енді қалаға түбегейлі көшуді ойластырады. Ажардың анасы да ауылда не бар, үйді сатыңдар да келіңдер осында деп отыр. Оған Сағынтай көнбейді десе, бір күйеуді алдай алмасаң несіне жүрсің, қиылып сұра. Алда, арба, оған да көнбесе жыла. Ер адам әйел адамның жылағанын көтере алмайды дейді. Анасының беріп жатқан сабағы, тәлім тәрбиесі осы болса қызы қайда барсын. Күнде Сағынтайдың миын жейді. Ауылда отырамыз ба? Балаларымыз болса ауылда өсіп, ештеңе көрмей өсе ме? Балалардың болашағы үшін көшейік қалаға дейді. Барлық қулықты іске қосып айтқан соң, Сағынтай да ойланып қалады. Бірақ бір жағынан анасын ойлап тұр. Ол кісі қалаға бармайды ғой деп. Ажар болса, апам бармаса да біз кете берейік. Басы жерге тиіп тұрған жоқ қой, аптасына келіп тұрармыз дейді. Мейлі көрерміз уақытында деді. Ажар Сағынтайды күтіп жүр, қашан айтар екен деп. Айтатын Сағынтай әлі жоқ. Сонымен өзі жайлап сөзін бастайды. Шай үстінде, апа не ғой, қалаға көшсек па деген ой болып тұр бізде. Ертең балам туылса да көп қаражат керек болады. Керек жарағын алуымыз керек дегендей. Қалаға барып жұмыс жасасақ па деп ойланып отырмын дейді. Күмісай ана, ойбай-ау, мына қара шаңырақты қалай сатып кетеміз? Сағынтайдың әкесі осы үйді Сағынтай үшін, немерелерім үшін деп салды ғой. Осында өссін, өнсін деп салды. Немерелерім ойнап күліп жүрсін осы үйде. Қалаға барып не істейсіңдер? 2 бөлмеге қамап қоямысың? Ақша жөнінен уайым қылма, қызым. Менің жинап жүрген ақшам бар. Пенсиямнан бөліп алып қалған. Біраз ақша жинап қойдым. Жартысына немереме керегін аларсың. Жартысына немереме бір тай алып қоямыз дейді. Мынаны естіген Ажар енді жетпегені мал бағу еді. Енді қалай болса да қалаға кетуім керек. Ауылда бәрібір тұрмаймын дейді. Ертесіне Күмісай ана үйде болмап еді, бөлмесінің бәрін тінтіп жүріп, жинап жүрген ақшасын алып қояды. Өзі дым білмегендей жүр. Күмісай ана ақшасының жоғын біліп, шарқ ұрып іздейді. Мүмкін ұмытып қалдым ба екен деп барлық жерді қарап шықты. Еш табылмады. Сосын Ажардан сұрап көрейін деп, Ажар, менің бөлмемнен ақша жоғалыпты, байқамадың ба деп еді, соны күтіп тұрған атыла кетті. Сіз мені ұры деп тұрсыз ба? Мен не қыламын сіздің ақшаңызды? Сені ұры деп отқаным жоқ. Жай байқамадың ба, үйге үшеумізден басқа ешкім кірмейді ғой. Мүмкін үй жинап жүріп, орнын ауыстырып қоймадың ба? Мүмкін сіз ұмытқан шығарсыз. Енді келіп маған жауып
тұрсыз. Жетер енді, жетпегені мені ұры атандыру еді. Бәріне тойып біттім. Сізбен тұрғым келмейді деп үйге кіріп кетеді. Сыртынан Сағантайда қарап тұрған екен. Жетіп келіп, «Ту, анашым, не істедіңіз енді? Тыныш отырмайсыз ба? Бір жерге қойған шығарсыз өзіңіз. Кейінгі кезде тиісе беретін болдыңыз ғой Ажарға», дейді. «Мен не істедім тиісіп? Білгенімді үйретіп жүрмін ғой. Қазір де жай сұрадым. Ұрладың демедім ғой», дейді. Үйден чемоданын алып жұлқынып Ажар шықты. «Мен кеттім. Енді келмеймін. Мені көрмей тыныш өмір сүріңіз. Мен келгеннен жақтырмайтын едіңіз тіпті. Берген шайыме дейін жөндеп құй дейсіз. Сағынтай, сен не істейсің? Шешеңмен қаласың ба, әлде менімен барасың ба?» деп тұр. Сағынтай да басы салбырап анасына бір қарады да қатынының артынан ерді. Баласынан мұндайды күтпеген Күмісай ана әбден жылады. «Сонша жыл күткендегі ұлым осы ма? Жақсы ұл болып өссін деп тәрбиелеп едім. Берген тәрбием осы болды ма? Ер мінезі етіп тәрбиелемегенін ба? Тұрардың жоқтығы болғанда ер мінезі етер ме еді? Бірақ ерте кеткенің де дұрыс болды. Мұндай сорақылықты көргенше көрмегенің артық. Қартайғанда көретінім осы екен ғой. Жалғыз басым сопиып қалдым. 2-3 күн болды, үй тым-тырыс. Көршісі Бағила бұлар қайда кеткен, көрінбей кетті деп үйге келеді. Келсе, Күмісай ана терезеге телміріп қарап тұр. Азып кеткен. «Апа, не істеп тұрсыз? Бір жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Сағантайлар қайда?» Әрең шыдап тұрған апа: «Болды, мен жалғызбын. Олар қалаға кетіп қалды. Ауылда тұрмаймыз дейді» деп болған жағдайдың бәрін айтып берді. «Ана келініңіз оңбайды сіздің. Басынан келгеннен қатал ұстау керек едіңіз. Қызымдай көремін деп әбден басыңызға шығарып алдыңыз. Жақсылықты түсінетін де бар, түсінбейтін де бар. Сіздің момындығыңызды пайдаланып, Сағынтайды да алдап арбап алды. Болған нәрсе болыпты, енді жүріңіз шай ішейік. Сізді ойлап отырған олар бар ма? Оларды ойлап, өзіңізді мүжіп жемеңіз. Жүріңіз» деп ертіп кетті. Арада 1 ай өтті. Бағила күнделікті келіп, хабарын біліп, бірге шай ішіп кетеді. Бірақ ананың көңілі балада деген, ойынның бәрі баласында. Жақсымын деп айтқанымен ішінің бәрі мүжіліп желініп бара жатқандай. Құр сүлдері қалды. Бұны көріп жүрген Бағила не де болса Сағынтайға хабарласамын деді. Күмісай анаға айтпай Сағынтайға хабарласып бәрін айтты. «Бір қатынның соңынан кетіп не көрінді саған? Неше жыл сені баққан, неше жыл күткен анаңды тастап кеткенің не? Бұндайды сенен күтпедім. Ертең өзіңнің балаң солай жасаса не істейсің? Анаң мүжіліп жоқ болып барады. Егер ана керек болса, кел. Ақыр соңында қу тізеңді құшақтап қалма, бәрі кеш болмасын» дейді. Мұны естіген Сағынтайдың көңілі суып кетті. Көз алдына Бағиланың айтқаны лентадай өтіп жатыр. «Мен не істеп жүрмін? Мен десе ішкен асын жерге қоятын анамды қалай тастап кеттім екен?» деген оймен жүрді. Кешкісін Ажарға: «Ажар, бұл жүргеніміз жарамайды. Ауылға қайтайық» дейді. «Сен де бір енді жақсы болып келе жатқанымызда неге ауыл деп қалдың?» «Болмайды, мен дұрыс жасамадым. Анамды тастап кетіп, өзім де өкініп жүрмін. Жүр, барып кешірім сұрайық». «Жоқ, мен бармаймын, сен де бармайсың. Егер кететін болсаң, мына ұлыңды көрмей өтесің» дейді. «Ей, кетшей, қатын жолда, бала белде» дейді де Сағынтай үйден шықты да кетті. Жол бойы өкіріп жылап келеді. «Қалайша бұлай болды? Сонша көр соқыр, ақымақ болғаным ба? Мен не істеп қойдым? Ақ пен қараны ажырата алмағаным ба? Адам тани алмағаным ба? Қалайша анама осынша азап шектірдім екен» дейді. Қараңғы түсіп қалған үйінің алдына келді де кірейін десе жүрексінбей біраз уақыт мәшинесінде отырды. «Жоқ, мен анама келдім ғой, ана деген кешірімді, мені кешіреді» деп ішке кірді.
Ана байқұс баласын күтіп тұрғандай терезеге телміріп қарап тұр екен. Баласын көріп, жүрегі елжіреп, барлық болған жайттың барлығын естен шығарғандай құшағын айқара ашты. Соны күткендей, ұлы да жүгіріп келіп, анасын құшақтай кетті. «Анашым, кешірші, кешірші» деп бір сөзді қайталап жатыр. Осымен «Ана үміті» атты оқиғамыз аяқталды. Дәл қазіргі жағдай не болғанын білмеймін. Бірақ ана үшін баласы ең үлкен орынды алады анасының жүрегінде. Сондықтан аналарымызды ешқашанда ренжітпейік. Аналар аман болсын. Осымен соңы. Сау болыңыздар.